талай өзіміз айтқанбыз талай жерде. Содан кейін мен сұрайын деген мен 19 күні осы июньнің сайтына кірдім, Георгия Гов.кз деген. Сонда жазылыпты. Месторождение ТО ГРК Маралиха дейді. 19-да біткен лицензиясы. Маралихское рудное поле, Маралиха Гов, 18-да біткен лицензиясы. Контракт. Электропользование. Сонда сені қазір мен рұқсат берсе жатсыздар. Қалай рұқсат алып отыр сонда? Жаңағы сұраққа қалай жауап бересіз? Асхат жауап бересіздер. Biz звондадық, комитет геологияға, интерактивная картаға жаздық. Қазіргі кезде августқа дейін оларда жұмыстар жүргізіліп жатыр. 20-21 жылғы енгізілген құжаттар бұл интерактивный картаға кірген жоқ. Лицензия бар. Мне қазір мен сіздерге және ғана он продлен еще на 3 года, 21, 22, 23. Сейчас я вам покажу. Официальный сайт на сегодняшний день не работает. Не моя компания. Мен 19 күн алғам. Көменнен экскаватор жұмыс істеді. 5 миллион төлеп, 6 миллион төлеп. О жағын негізі көп нәрсесін білмеймін енді. Құзыретті органдар білетін шығар. Өйткені осы территория, қазір біздің территориямыз 1300 квадратный километр. Біз негізі жұмыстарымыз жасап жатқан жер коренное месторождение Маралиха, біздің 2-88 квадратный километр біз зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Жоқ, сіздер көмекеулерді қойырынды беті басықтарын негізі айтпайды. Біз тоқтамаймыз сондай сұрақтарын. Басықтарын не демейді? Без лицензии работает. Сәлеметсіздер. Мені бәрі лет, наверное. Қонақтарға айтайын. Саманбаева Каникамал, директор ТО «Сампродакшн». Кешіріңіз орыс айтам, чтобы қысқарақ айтайын деп орыс айтам. На территории 2-3 гектаров это месторождение Маралиха. ТО «Сампродакшн», застройщик, заказчик, назовите как хотите. Предпроектных документов, проектно-сметной документации, строительства и эксплуатации фабрики. Про фабрику по технологию говорить ничего не буду, потому что мы это здесь и с 8 до 11 ночи обсуждали. Есть какой вред, нет какого вреда, тоже объяснять не буду. С населением мы все это обсуждали, и было 50 на 50. Сомнения были. Так, да. Как сказал, на сегодняшний день любые какие-либо проекты относительно населенных пунктов согласовываются в первую очередь с населением. То есть, соответственно, отсюда складывается мнение, что вы произвели работы, после этого на сегодняшний день проходят вот эти слушания. То есть, по словам, я смотрю просто на людей, пятое уже слушание проходит, которое проходит против строительства. Вот вы говорите, было слушание по строительству. А кто присутствовал из местного исполнительного органа? Аким Урчумского района или Аким сельского района? Ну, то есть, я не знаю, здесь модератором должен быть, согласно правилам общественных слушаний, должен выступать именно местный исполнительный орган. Или это был в лице Акима области. Ну, я не знаю, кто был представитель. Кто здесь проводил данное слушание на сегодняшний день? Проводило управление природных ресурсов. Были 2 специалиста, на Зерке специалист здесь. Проводилось все в соответствии с правилами проведения общественных слушаний. Из населения протокол могу подтвердить. Нет, подождите. Халактан, Каншаксы, Болды, протокол Джеверемов. Вот любой сотовый дайте WhatsApp и Джеверемов, просто чтобы не отнимать. Так само на коленке скажу. Вот все женщины... Подождите, было
жауап беріңізші. Нешегісі қатысты оған? Или аудан әкімдігі. Ол кезде Шоқан Уәлихан әкімшілік ғимаратында алдын ала хабарландыру бойынша қоғамдық тыңдау өткізілді. Сол кезде 24 мартта осы не бойы вахтовый поселок бойынша бір рет өтті. Одан кейін 30 мартта Көкедай бойынша өтті. Оны шатастырмаңыздар. Потом 22 сәуірде ДСК дробильный сортировочный комплекс бойынша екеуі әкімшіліктің ғимаратында өтті. Енді мына үшінші фабрика бойынша осы жерде өтіп жатыр. Халық қарсы болды ма? Халық. Сол жерде өзім жеке қатыстым. Халықтың позициясы тура осындай болған. А все-таки получили положительное заключение. Вот именно. Когда проводили общественные слушания, вы сказали, что вот на земле, подойди, пожалуйста, скажи, согласно правилам, должны голосовать население против или за? Или как должны проходить согласно правилам? Смотрите. В соответствии с правилами проведения общественных слушаний, утвержденным приказом исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года, номер 286. Общественное слушание, первое, считается несостоящимся при отсутствии представителей заинтересованной общественности. Общественность — это один и более человек. Вас здесь более человек, так же, как и в предыдущие разы был. Согласны? Вот. Основной критерий — это не я придумал закон. Он есть. Второе. Замечания и предложения общественности, не сформулированные конкретно и не отражающие сути замечаний и предложений, или явно не имеющие отношения к предмету общественного слушания, по результатам голосования простым большинством всех участников слушания, не учитывается. То есть, если есть конкретный вопрос, связанный по проекту, он здесь был задан жителями, проектировщик не смог на него ответить, тогда так. Но все остальные вопросы, которые не связаны именно с этим рассмотрением материала. Вы представляете откуда? Вашего проекта получаете все разрешительные документы и устанавливаете. Сейчас у вас на сегодняшний день там есть, ну, я насколько знаю, вахтовый там, да, 4 проекта получается, водозабор. Хотя я тоже вот документы, когда изучал, я только увидел по историко-культурному наследию, по водозабору относительно. Потом, получается, все документы просматривая, контракты, которые имеются, контракты имеются на морали ходов, то есть все разрешительные документы получаются на ВСМ продакшн. Плюс к этому на морали ходов почему-то меня как бы заинтересовал такой момент, что учредителем выступает АО СПК «Ертыс». Ну это да, я не знаю, на сегодняшний день какая, просто эти документы мне были представлены для изучения. Я изучал со стороны юридической стороны, да. То есть, получается, АО СПК «Ертыс». То есть, это тоже акционерное общество, но при этом оно создано здесь, на базе Восточно-Казахстанской области, да, при Акимате. Выходит таким образом, ну, создано. То есть, учредителем выступала АО СПК до Морали ГО. То есть, разрешительные документы, то есть, разработки, все проводились в 2000, да? А кто на сегодняшний день? Қандай документ керек? Міне, халықтың алдына шығып, әкімет, жаңа кісілер айтты ғой, представитель власти деп. Міне, представитель власти шықты да, жаңа сіздің көзіңізше айтты, халықтың реакциясы бәр жерде қарсы болды. Одан артық қандай сізге жауап керек? Онда қандай жауап керек? Хватит воду летать. Онда ешкімді тыңдамай, мынарада бір шепі, өрттену керек па халықтың? Мен бағана басында айттым ғой. Болды қою керек, басқа жерде де Қазақстанның разработка көп. Жоқ, сен қанша дәстүр болды. На один вопрос тогда ответьте. Вот сейчас, в другом месте, сейчас не будем строить фабрику. Не будем строить. Давайте так. Тогда вывод какой? Значит, вывод. Собрались люди, не смотрят на законы, не смотрят, просто хотят и все. Все-таки давайте по закону. Давайте вот так. Знаете, вот я тоже хочу обратиться к правоохранительным органам, да, и хочу понять, как мост, который простоял там 40 лет,
из 20 тонн грузоподъемности за одну ночь там превратился в 70 тонн. Мы записали. Я все эти протокола, всякую эту, все бумаги видел. И точно так же, по нашему мнению, мы очень внимательно изучали все ваши документы. Все документы, которые вы делали, оно по такому же принципу делалось, как делали документы на мост. Через, я не знаю, через театр или что-то. Теперь, что касается протокола, пожалуйста, вот первое, да, самое главное. Ағалар, өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, халық қарсы. И главный месседж это должен быть. Бізге президент мырза айтты, жаңа Қазақстан тек қана халықпен бірге жасалынады. Дұрыс па? Халықтың айтқаны болады. Мы здесь что-то там сверхъестественное не требуем. Мы просто хотим, чтобы вот эта гора осталась горой. Потому что там когда-то мы все ходили, росли. Если вот этой проблемы не было, да, когда вы там за 2 дня нас засыпали пылью, мы вообще не возникали. Поэтому мы за действие законов и все собираемся делать в замках правового поля. Управление транспортной басқармасы алып келген болатын тұрады. Сол азамат өзі жауапкершілік алып, кейіннен документтерін бәрін көрсетіп, жәнегі эксперт өткізіп, жәнегі мосттың негізгі салмағын шығарған. Негізгі салмақ. Біз былай айта беретін болса, шулай беретін болса, біз қарсымыз, тағы да басқа ол айта беруге болады. Біз негізінен заң түрінде сөйлеуіміз. Тыңдауымыз. Мен сөйлеймін, соң сұрақтарыңызды айтамыз. Ең бас біз сіздердің сұрақтарыңызды тыңдап отырмыз. Президенттің тапсырмасы халықты үнін тыңдау. Біз сол үшін келіп отырмыз. Сіздердің орталарыңыз. Біз әрқашанда сіздерге келеміз. Мәселелер көтеріледі. Біз оны баяғыдан білеміз бұл мәселе. Ең басты сіздердің осы ауданға келгенде 2018 жылы осы жерде отырған біздің жерлестер қашан ауданда фабрика салынады деген сұрақ қойды. Білесіз, мен айтып кетейін мәселеге. Ондай сұрақтар біздің кездесулерде болады. Тыңдап алыңыз. Кейіннен мынандай завод салынайын деп басталып жатыр. Барлығын міне құзырлы органдар келіп жатыр. Экологиядан, жаңағы недропользиядан барлық құжаттар бар. Оның барлық заңның аясында шешіледі. Біз сіздердің ішкі дүниелеріңізбен де түсініп отырмыз. Мен де сіздердің жерлестеріңіз. Бәріміз осы Шығыс Қазақстан. Жалпы Қазақстан халқымыз, қазақтарымыз, қазақстандықтарымыз. Соны түсіну керек. Біз сырттан келіп, немесе ана кісілер сырттан келген жау емес. Тыңдап алыңыздар. Мемлекет сіздердің аттарыңыздан, жаңа конституцияның негізінде сіздердің аттарыңыздан мемлекет выступать етеді. Жаңағы недраның пользоваться етеді. Бірақ оның иесі халық. Ол дұрыс. Ендігі кезекте мына компания балабай миллиард ақша салып жатыр. Сізге какое дело? Балабай миллиард ақша біз салу керекпіз. Президенттің тапсырмасы бар. Лоббируйте. Ауданға инвестиция, облысқа инвестиция тарту керек. Егер де... Нет. Инвестиции в чей карман? Біз бәріміз біргеміз. Ең бастысы сол. Бірақ оның барлық заңның аясында шешіледі. Егер де мына жерде экологияның мәселесі дұрыс болмайтын болса, міне комитеттің төрағасы келіп отыр. Тексереді. Жаңағы прокуратураның біздің қызметкерлері келіп отыр, облыстан келіп отыр адамдар. Олардың заңсыз действиялары бәрі тексеріледі. Біз бірақ өйстіп шулап, бүкіл Қазақстанымызды дамытуға мүмкіншілік беруге болмайды ғой. Біз болашақты ойлау керек. Дұрыс айтасыз. Болашақ табиғатта келеміз. Болашақ экономиканы көтерілуінде. Егер де біз экономиканы көтермесек, ауданның, облыстың, республиканың қандай даму болады деп ойлайсыздар? Аким мырза. Жалпылықта Қазақстан даму үшін ең басты инвестиция бол. Жұмыс орны ашылу керек. 2. Ауданға бюджетке жаңағы налог түсу керек. 3. Целой жизни. Жұмыс орындар ашылады. Тыңдаңыздар. Сіздер Астанадан келіп жатсыздар. Біз халықпен біргеміз. Бірақ заңдылық бірінші всего. Бірінші очередьте заң сөйлейді. Конституция сөйлейді. Оның заңдылығы. Лоббирование интересов деген қойыңыз. Тыңдаңыздар. Ағайындар. Тыңдап отырсыздар. Осының барлығы протоколға жазылады. Осының барлығы жай үшін бүгінгі
нәрсемен шешіліп кетпейді. Осының барлығы заңмен шешіледі. Сондықтан кішкене ары қарай да міне мына кісілерді тыңдау керек. Жаңа айтып отырмын, не істелінеді, не қоятын бәрі. Болашақта ары қарай да жаңа айтасыздар ғой, брифингтер болады, кездесулер болады. Осы заңның несінде полисінде ғана шешіледі бүгін бәрі. Жігіттер, біз Тихо. Бірінші сұрақ. Біз көпірді көтермек деп өздеріңіз көтеріңіздер. Сонда сіз көпірдің 20 тоннадан 80 тоннаға көтергеніне келісесіз сонда? Қараңыздар. Сұраққа жауап беріңіз. Ерген мырза, қараңыз. Мен де сіз айта алмаймын, ол бостың жаңа қанша көтереді. Сіз де айта алмайсыз. Айта алмайды. Кім берген? Кім қайда? Кім қайда? Берген. Облыстық жол. Облыстық жолдың мезгіл басшысы берген. Жігіттер. Сұрақ қойыңыз, екі сұраққа жауап алыңыз. Сұраққа жауап алыңыздар. Міне, біздің мына тұрған көпірдің негізгі хозяин дейміз, мына жауап беретін соған управление транспорта. Екіншісі, мына облыстық жолдың қарамағында ол законный документ бар. Не жауап беріңіз? Жауап берсін. Соларыңыз бойынша бізге айтты, экспертиза өткізейік, көпірдің баяғы салмағы қанша тонна көтеріледі, сол бойынша экспертиза өткізіп, солардың шешімімен біз сол көпірге 70 тонна жол бекітіп қойдық. Су тасып жатыр, қай жерде экспертиза жасап Сіздерге айттыңыз ба? Жобасына әкелдір. Жобасына әкелдір, одан кейін. Енді түсінікті. Арнайы біздің органдарға өткізіп, бізге соңғы шешім жасап берді. Құзырлы органдар жаңағы ақшаны кім төледі? Оны енді төлеген кім төледі? Енді есік айтайын. Оған либо сол паралика гол телевизион маңайда бір компания төледі, сонымен шықты. Жақсы, енді халықты көресіз ғой, және мен енді қазір ағаларымыз чопырларды көтермей отыр, чопырлар отыр. Кезінде ограничение 20 тұрған болды. Енді екінші айда мен оны неге мен біліп айтып тұрмын, бұл жолда сол көпірді салған кезде менің әкем жұмыс жасамас. Мен содан кейін оның бәрін жақсы білемін. Енді сұрақ сізге, Болат мырза, енді сіз халықтың жағдайын көріп отырсыз. Қазір айтасыз, мысалы, инвестиция бәрі. Ертең осы ауылда бір адам қалмаса, сонда ол инвестиция кім көреді? Қалай болады? Ең бастысы, Конституция жазылған. Халықтың денсаулығы ең басты бірінші орында. Енді қараңыз. Ары қарай. Осымен былай жалпы осындай Қазақстандықта, бүкіл Қазақстанда осынша біздің байлық жерлеріміз бар. Солардың бәрін игеру керекпіз. Ол игерілмесе Қазақстанның экономикасы тоқтап қалады. Ары қарай жүрмейді. Жұмыс орны болды. Егер сіздер күлкілі болып қойса, сіздер басқаша ойлаңыз. Қараңыздар. Сондықтан менің айтқан ойымдай, мен как аудан әкімі ретінде, бірінші очеркта халықтың сіздердің ойларыңыз, сіздердің айтып отырған жан айқайларыңыз біз тыңдап отырмыз. Сондықтан мына облыстық, одан кейін республикалық, жаңағы Сайыров біздің депутат ағаларымызға жеткізіп жатырмыз сіздердің ойларыңыз. Кезінде алдыңғы кездесуде біз келіскенбіз. Бірінші сұрақ осы болады. Келесі кездесуде біз экология мәселесін сіздермен бірге талқылаймыз дедік қой, иә? Сондықтан бүгін не бәрі келіп отыр. Ары қарай талқылау керекпіз. Бұл кісілер тек қана экологияның ертең нашарламауына, одан кейін жаңа табиғаттың бүлінбеуіне байланысты барлық разрешительный құжаттарды алу керек. Басқа оның есі жоқ. Одан кейін құзырлы органдар өзінің егерде тоқтату керек дегенде болған кезде сіз халық жаққа шығып тұрған жоқсыз ғой. Заңды белден басуға болмайды. Мен аудан әкімі ретінде, мемлекеттік қызметкер ретінде мен заңды белгісінен баса алмаймын. Ертең мына компанияда да сұраныс болады.
ол кісілер генеральный прокуратураға да шығады. Өйткені аудан әкімі біз бәріміз сұранысқа жауап беру керек боламыз. Неліктен? Біз заңда жазылған. Біз осы заңның бәрін әр сатысы бойынша өту керекпіз. Сол сатылардың ішінде егер де бір жерге мына компанияның қателігі болатын болса, ол тоқтатылады. Бірақ оның барлығы дұрыс болатын болса, мен жаңағы басқа адамдар оған жауапты боламыз. Сондықтан біз бірінші очередте заңды бұза алмаймыз. Мен айтайын. Бірақ біз сіздермен біргеміз. Ең басты заңды мақсаты, басты жиналыстың тақырыбы фабрика салыну керек па, салынбау керек па? Соған жиналып отырмыз ғой, сіздер де, біздер де, иә? Бағана жиналыстың басында ханымды сайлағанда қол көтеріп сайладық, дұрыс па? Болсын ба бұл? Ал енді жиналыс, мына фабрика салынсын, салынбасын дегендеріңіз қол көтеріңіздер ме? Міне, осы компаниямен 5 рет, ал осымен 5-ші рет жиналыс өткізіп жатырмыз деп, иә? Сонда бұл кісілердің айтатыны мынандай: жер өкіметтікі, астындағы байлық өкіметтікі. Біз бәрібір аламыз. Ал осы ауылда 130-дан астам 140-қа тұрғын отбасы бар. 140-тай отбасымыз бар. Сіздерге қойын деген сұрағым, жаңағы жер алтын өкіметтікі, жаңағы біз кімдікіміз? Халық кімдікі? Жаңа районный әкім айтып тұр, осы бюджетте қара бюджеткені. 4000 гектарды игергенге неге компания осындайларға әкелмейсіңдер әкімдер? Әкімдер кабинетте отырады, тоғыр болмай, қол қоя салады. Мынандай бюджеттің ақшасы қайыры да болмайды, бұларға да болмайды. Осы алтынмен байып, бақытқа жеткенмен халықты көріп отырсыңдар. Не бұл кем өзі оқысайды? Болмайды бұл. Айтқандай, негізі кез келген шешім біздің экологический кодекс бойынша экология мен экономика балансы болу керек. Екі жағына тиімді болу керек. Әрине, мынаны шешім қабылдағанда лицензия беретін біздің министерство индустрия өздері береді. Біз экология жағын қараймыз, әкімшілік жерлік бөлінеді. Әр құзыретті орган өзінің жұмысын істейді. Біздікі енді экология. Біздің мақсатымыз, біздің жұмысымыз. Әр айтқан сөз, әр пікірлеріңіз мынау тізімге салынып, соның бәрі басшылыққа алынатын болады, шешім алынатын. Бірақ бір нәрсе бар, білу керексіздер. Біз шешім шығарғанда, кез келген шешім шығарғанда тек қана заңға сүйеніп. Өйткені біздің шешімде де ертең құқық органдар, сотта да талас пікір болуы мүмкін. Сондықтан біз тек қана заңға сүйенеміз. Сіздердің пікірлеріңізді бәрін басшылыққа аламыз. Жаңа біз қазір зерттейміз, сараптама өткіземіз, осы протоколды аламыз. Протоколды жақсылап сіздер әрқайсыңыз қарап алыңыздар. Бүкіл сұрақтарыңыздың жауаптары болды ма? 2 графасы болады. Қандай сұрақ қойылды, кіммен қандай жауап болды. Соның бәрін біз нақтылап зерттейміз, бізге өте маңызды. Рахмет сізге. Сондықтан айтайын дегенім, біз мысал үшін қазір жазғы көлемді ғана зерттеп жатыр экологтар. Ал негізінде қысқы көлемді зерттеп көрдіңіздер ме сіздер? Қысқы көлемді мына Байралихан мен Пугачевқа қарқын түсетін жері. Жаңағы сіздердің дамбыларыңыз су иелегенде, сол жаңағы наружный хранение дедіңіз ғой, синитнатный ма немене дедіңіздер. Соларыңыз мына дамбыдан асып кетпеген, қалып түсіп асып кетпеген сіздер кепілдік бересіздер ме? Бұл кепілдік жоқ бұда. Сондықтан сіздерге айтарым, бұның бәрін толық зерттемей, ешқандай нәтиже болмауға не салынбау керек. Бұның бәрін осы қыстық мәселені шешіңіздер осыны. Сіздерге экологтар. Бас кетпейсің. Мына жақта басшылар, құрметті Дулат Тайсанбекович, жаңа заң жүзінде, заң аясында деп жатырмыз ғой. Бұл жерде халықтың сұрағаны өзіне қауіпсіз, қолайлы орта. Бұл кісілердің қолайлы жағдайда өмір сүргілері келеді. Бұл бізде Конституцияның, Қазақстан Республикасының Конституциясының 2-ші бабында жоқ. Жарғана туындырауының сәулесінен шығады. Өті шетікті алып қос. Жоқ ол.
Аны бұл ұстайтығымыз қанат әдемі, о да жоқ, ауып берді. Ал аққу келіп мекендемей қойды көзімізге. Марқа көріп ұшып кетеді. Соның бәрін байқайсыңыздар, қалай? Бұл біздің ата-бабамыздан қалған жер. Жатқызған жерді қайта ашсын, ашқанда да завод фабрикасын дұрыстап салсын. Ол алтыншы үкімет те болмайды. Қажеті де жоқ, дұрыс айтасыздар. Қажеті де жоқ. Ал енді мен қысқа өшімде тұрамын міне. Өмір бойы көріп келе жатқан 78 жылы геолог разведка келді. 1978 жылы. Менің 12 жасымда. Мен жақсы білемін. Рысбек Кешевті бәрілерін білесіздер осы. Білесіздер ме Рысбек Кешевті? Анамын. Соның қасында жүргенмін. Сонда айтты, бұл құртат бізді деген. Құртып жатыр міне. Біз енді сіздер кешімдір, гектар деді. Арамызды гектар деп аламыз. Дүз. Bir gektarda 100 metre деп аламыз. Қыстау күршінде 10 мың гектар жер жоқ. Міне. Қараған түбек қойтасын тұсынан бастап, осы Маралға кеп тірелді. Бұрын соның көлін чау, түгел 10 мың 15 мың қойда сұрай тұрмыз. Қазір ешқандай жер қалмады. Ана сіздердің өтінетін қыстау күршінің тура аяғында қазір бар жатқанда 500 метр жерде карьер тұр. Сол карьерді көріп тұрсыз не болып жатқаны. Ауылдың басынан қазды былтыр компания. Siz әкім жақсы бет шығады. Білесіздер ме Рысбек Кешевті? Анамын. Соның қасында жүргенмін. Сонда айтты, бұл құртат бізді деген. Құртып жатыр міне. Біз енді сіздер кешімдір, гектар деді. Арамызды гектар деп аламыз. Дүз. Bir gektarda 100 metre деп аламыз. Қыстау күршінде 10 мың гектар жер жоқ. Міне. Қараған түбек қойтасын тұсынан бастап, осы Маралға кеп тірелді. Бұрын соның көлін чау, түгел 10 мың 15 мың қойда сұрай тұрмыз. Қазір ешқандай жер қалмады. Ана сіздердің өтінетін қыстау күршінің тура аяғында қазір бар жатқанда 500 метр жерде карьер тұр. Сол карьерді көріп тұрсыз не болып жатқаны. Ауылдың басынан қазды былтыр компания. Siz әкім жақсы бет шығады, қандай компания қазды? Қыстау күршін басын. Ал видео қазір болса неге планер тұтымады, әне мал өліп түсіп жатыр. Машина алынады, мотоцикл сыпатқа жатыр пат-патқа. Мал іздеп жүрген. Қажеті жоқ ешкімге. Сіздер қазір бұрын халық қираты деп үкімет зардаушы. Қазір үкімет басындағылар қираты жатыр халықта. Экологқа сұрамыз. Міне бізде карьерді міне осы ардан береді деген сөз бар. Ол заңға черта населенный пунктта сондай kadar жерге беріле ме берілмейді. Міне мына тұрған тау осы жоқ болады дейді. Бізге де фабрика дейміз міне осы міне тұрған тау уақытында бұл шахталар бар, қазір төбесін ағаш болған, қана сол 2 күн жұмыс істеген, оның төбесінен бастап істеді дейді. Жоқ, мен сізге айтайын. Рұқсат болып беріле ме мындай жерге? Населенный пункт ішінде. Кен орнында жұмыс істеуді, осындай өңдеу, санитарный зона 1000 метр. Бұны алып болмайды. Мынау жаңа астында үйлер бар, тура болып қалды. Бағана шығып фабрикасы бар жері, жаңа газет жазылған жер. Мынау тау емес, ар жағында сияқты. Мүмкін нешеде салмайды. Жоқ, ол фабрика. Қазір айтайын. Ал енді карьер жайлы әңгіме отыр, карьерге біз бәріміз алаңдап тұрған, міне осы төбесі тұрған мен айтайын. Мен сұрағымды айтайын, мына экологқа соңын сізге. Мына талды осында беріле ме осындай населенный пункт ішінде тұрған жерге? Ол қалпақ айтқан жоқ, беріле ме беріле осындай тұрған жерге? 1000 метр болып жатса мүмкін ондай берілу мүмкін. 1000 берсе берілмейді, иә ме? Мынау 1000-дан артық. Қоғамдыққа ұстауға қатысушылар, қонақтар, енді бұл арада белгілі ой пікірлеріңіз, береке біліктеріңіз өте жақсы екен. Сол үшін бұл арада енді қазіргі жағдайда Зұрфғаттан бойынша айтып отырғаны қазіргі қолма-қол шешім шығарылмайды. Мен бір айтайын дегенім, енді мені тыңдап алыңыздар. Енді осы 2 hafta бұрын бір жиын болды. Мен өзім ұйымдастырдым. Енді мен осы табиғи жағынан, жер мәселе жағынан мен әкімнің орынбасары болғаннан кейін, мен міндеттім болғаннан кейін, мына компанияны шақыртып, бүкіл өзіміздің экологияны жағы, өтінішкен бассейн, земельный сұрыс бәрін қарадым мен документтерін. Шындықты айтып отырайын, енді сіздер менен тыңдап алыңыздар деген ғой, қазіргі. Сол кезде документтерін бәрін қараған, құжаттарын бәрін қараған кезде, бұл кісілердікі мен қандай бір қателік көрінбеді. Қазір мен сіздер айтып жатсыздар. Мынандай мәселе деп. Жер мәселе бойынша міне ағамыз айтты. Оны қабылдадық. Тексеру керек.
Оның бәрі қазіргі мына бұл кісілер де қазіргі Қазақстанның азаматтары. Бұл да компания құқығы бар жұмыс істеуге. Сол үшін қазір заң ретінде осының бәрін зерттеуіміз керек. Дұрыс, және айтып отырсыз ғой бір міне осында алдында 4-5 решение болдыңдар деп. Мүмкін мейлі сол жерде дұрыс халыққа жеткізілмеді, жайланмады. Но заң бойынша қазіргі қарағанда бір кісіден екі. Мен айтайын дегенім, қауым тұрмығы болатқан істер. Мына кісілердің мен артықшылығы бар ма деп тұрмын. Өйткені көбейді келді. Халықпен кездесу өткізді. Халық қарсы болды ма? Қарсы болғаныңызда біз қоғамға қайтамыз деді. Сонда мына кісілердің артықшылығы бар ма болды? Ол кісілерді халықпен санасамыз деді. Сонда қалай? Мына кісілер санаспайды. Жоян бір басқа компания. 4-5 решение болдыңдар деп. Мүмкін мейлі сол жерде дұрыс халыққа жеткізілмеді, жайланмады. Но заң бойынша қазіргі қарағанда бір кісіден екі кісіден саны көп болса өтті деп бағаланады. Иә, ал енді бүгін біз өз көзімізбен көріп отырмыз. Соны мен айтып отырмын. Мен жаз кезінде бір келген. Сол кезде мен былай әңгіме естідім. Қашан бұл компания фабрика салады? Мен өзімде есімде сонда. Кейбір кісілер сөйтіп айтып қалды. Сонда мен ойладым. Фабрика керек болды ма сол кезде деп. Неге солмайды деп ол кезде. Қазір міне сіздер бәрден қарсы шығып отырсыздар. Оны көріп отырмын. Енді мына кісілер өздерінің де заң бойынша заң ретінде жұмыстарын атқарып жатыр. Қазір біз бұларға қолма-қол сіздерді жаманбыз деп біздің ешқандай құқығымыз жоқ. Дұрыс қой. Сол үшін бұл жерде ең бірінші өтініш ешқандай заңды бұзбайды. Қазіргі жағдайда 30 күн деді, 30 күнді сіздер шешім шығарасыздар. Дұрыс қой. Біздің міндетіміз осы жақтан бәрі құжаттарды тексеріп дұрыстап беру. Сіздер қазір қандай протоколға қандай әңгімелер айтылды, соның бәрін өздеріңізден адамды сайладыңыздар. Міне, ясылдық. Қазір мен айтайын. Қазіргі жағдайда біздің мемлекеттік жұмысты істеуге бағаннан кейін ешқандай құқымыз жоқ. Сендер тоқтатыңдар. Оны сот қана шешіммен шығарады. Сол үшін қазіргі жағдайда сіздерге жауапты беріп отырмын. Мен қазір бұл кісілерге Ерген, Ержан Атанович, былай ғой, енді жаңа сіз айтып отырсыз, документтің бәрін шүтшетілді. Бізде документтің бәрін шүтшетілді. Өзіміздің юристтермен бірге, независимый юристтермен бірге. Да, документке проблема жоқ. Бірақ бұл жігіттердің, бұл компанияның документі бір бөлек, әрекеті бір бөлек болып отыр да. Біздің, мысалы, бізге кәдімгі сол жанымызға батып жатқан дүние, бұлардың сөздері бір бөлек, әрекеттер бір бөлек. Документтер бір бөлек, жасап жатқан әрекеттер бір бөлек. Өткенде бәріміз кездесіп, бұл кісілердің басшыларымен кездескенбіз бәрі. Осы жерде ауыл жігіттер кездесіп сол кезде айтқан. Болды, 22-сіне дейін біз бәрін тоқтатамыз. 22-сіне слушание өтсін, содан кейін ары қарай сол слушание нәтижесімен ары қарай әрекет жасаймыз деген. Қазір күні түні мысалға бар, материал әкеліп жатыр, тағы бірдеңе әкеліп жатыр, ана жерде сабуы салып жатыр. Бұл енді дұрыс емес. Тоқтату керек. Біз естімедік деп протоколда. Сол үшін және бәрілерді қол көтеріңіздер ғой. Сол үшін бәрілерді жазылып, списокқа тізімге келген адам мына жерде менде бір сұрақ туындап тұр аяғасынан. Жаңа енді сіздер нақты жауабын айта алмаймыз, не істейді, я істемейді деген жауапты айта алмаймыз дедіңіздер ғой. Ал ол қазір мысал үшін. Ал енді менің мына сіздерге халықтың атынан ұсыныс, сіздер кетесіздер. Бұл кісілер қазір істеу, ана завод жасайды, фабрикасын орын жаңағыдай көрейік, ана істеп жатыр. Вообще-то ендігі тағы бір жиналысқа дейін мүлдем тоқтатылсын, істемес. Міне, қашан, міне, жаңағы Қасым-Жомарт, тұра тұрыңыздар. Қашан, мысалы үшін, кімнен рұқсат қағазына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан келу керек пе? Я мынадар істейді, пожалуйста, зеленый свет дегенше бір техника қозғалыс, мына ауылымыздың үшін шаңға болып бітірді, жай өздері транспорттармен. Біреу жіппен бұлай келеді, біреу бұлай келеді, біреу бұлай келеді. Сондықтан
бір жаңағы жарайды сіздер қазір айта алмаймыз деп тұрсыздар, түсінеміз. Иә, ол бәрі шешіледі, астанаға барып. Оғанға дейін тағы материалдарын КамАЗ тасып жатыр, цементтерін әкеліп жатыр, заворларын жасап, соның бәрі тоқтатылсын. Абсолютно. Міне ястрелер. Бұған дейін заслуживание болды деп отыр ғой. Соның негізінде уәкілетті органдар рұқсат қағаз беріп қойған. Сол беріп қойған проекттер бойынша бұл кісілер жұмыс жасап жатыр. Ал бұл кісілердің жұмысына рұқсат беріп қойғаннан кейін біз тоқта деп айта алмаймыз. Оны жаңа Ержан Ақтанышты айтып отыр. Сот шешеді. Енді жаңа алдыда айтып кеттім ғой, біз жаңағы заслуживание дұрыс өтті ма, өткен жоқ па, оны зерттеу жұмыстарына тіркеу жүргіземіз қазір. Құқық қорғау органдары тексеру жүргізеді, тексеру жүргізу барысында осы мәселені көтереді. Пока әзірге осы жаңағы заслуживаниенің заңдылығы шынымен жүргізілген ба, жүргізілмеген ба, соны тексеру барысында уақытша тоқтату мәселесін сотқа беру арқылы сол шешім шыққанға дейін сол мәселені көтереді деп ойлаймын. Енді айтып ғой, мәселелер айтып отыр ғой, бар деп отыр ғой қағазда. Қазіргі жағдайда бағана айттық қой, мына кісілерді сіздер тыңдамаңыздар. Мен айтайын, біраз құрылыстарына талондары бар, бекітілген, әкімшіліктен берілген. Осындай фабрика жайы мәселе жоқ. Фабрика жайы мәселе жоқ. Бұлардың қағаздары, қолдарында құжаттары бар. Қазір оны постановление әкімден шешілген, мәселе берілген. Енді оны бір күн қазір міне біз бұларды қайтадан қайтарып аламыз деген болады сенбей. Солай ғой. Салыну керек. Ал онда бұл кісілердің рұқсаттары болса, біз неге салдырмаймыз деп жиналып, неге жиналып, онда халықтың пікіріне керек. Жоқ, дұрыс түсініп, сіз дұрыс түзеттіңіз. Қазіргі мәселе фабрика салу емес пе? Осы мәселе үшін жиналып отыр. Осы проблеманың менің алдымда үлкен әжем бес алты немерем бар. Осы ауылда сол немеремді жеткізу үшін жалғыз ұлымен тұрып жатыр. Себебі қазақ көшет десек, біз оған жеткізе алмаймыз. Сиырымызды сауып, құртымызды қайнатып, ана осы тауылдан жаңа Рүстем деген жер бар. Сөзді 30 жылдан астам. Сөзден де сөз бар. 30 жылдан астам уақыт ара-шабашылықта жолдасым бар кезінде істеген, мен соңғы кезінде істеп келе жатыр. Баламмен бірге соның хозяйствосы бар. Балам да өзінен кеткен жоқ, 5 немерем бар. Айтып отырмын, жалғыз ұлыма көмектесу үшін 5 баласын тауға да апарып, тасқа да апарып бағып жүрмін. Халық куә. Сондықтан мен сіздерден сұрайтын, сол мен тұрған жерде бүкіл ел еркінші жылдар жаңа айтып кеттіңіздер ғой деймін. Ана осы алтын завод болған. Алтын заводы ма әйтеуір бұрынғы қолмен қазатын алтын завод шурттер болған. 40-50 шурт бар. Сол маңайда тұрғанда міне сол баламен жасып 10 жастағы балам соған түсіп қайтыс болды. Міне әлі күнге дейін мен сол қасірет мынарамен кеткен жоқ. Ол міне 30 жылдай болды. 93 жыл кетті ғой. Қасірет кеудемде тұр соның. Бала деген әрқайсымыз барымыздың жүрегінде өзің де баласың, сіз де баласың, әкім жолдасы, сіз де баласың, бәрі баласыңдар. Аналарың жүрегінде сендер тұрсыңдар әркім. 60-ға келсеңдер, 70-ге келсеңдер. Сондай қиыншылықты бөлімменен балам қайтыс болды. Жарайды, бәрі артында бар болғанар деп, екі балам жетіп, тасталады. Одан 5 немере сүйіп, соны жалғыз ұлыммен бірге таумен тасқа барып, қалаға барса қалаға барып, далаға барса далаға барып, 70 жасында 7 жаста ұстап отырған. Шын айтқанда. Ал енді мына ауылдың жастары бәрі менің балаларым. 70 жыл жүрді, табатында осы 2 метр ауылдан алыстатпай, осы жерде жүрмін. Осы жерде жүрмін ғой, мен сондықтан мына балалардың бәрі мені таниды. Бұл балалар күйзелісті. Мен сіздерге айтайын, өте күйзелісті. Мен қойсаңдаршы, өкілдерді азбайсыңдар десе, бәрі сондай күйзелісті. Мен бұлар енді бүйтіп ойлап қойды, жақсы болса екен, сабырлық сақтаңдар деп бұларға айтады. Сабырлық сақтаңдар. Бәрін айтасыз, мен сөзім бар, алар енді қайғайсызды. Апай деп сыйлайды мені, қайғайсызды, қаладағысыздар, даладағысыздар, оларға деген авторитеті өте жоғары. Міне қайғайсыз, мен де сыйлаймын, олар да сыйлайды. Сонда мен оларға айтады, балаларды сабырлық сақтаңдар. Ана
Мына тоғыз басынан шаң бұрқырап айтпайды жаңа айтты ғой қыс жазда мынаның ар жағында мен де тұрамын ғой міне арының ар жағында тәстікте тұрамыз. Бал деген енді біздің ауыл айтты ғой ешқандай жерден ақша сұрайды. Балы мен, құрты мен, майы мен, өзінің малы мен жаздық. Алтындарымыздың көп тиын керек жоқ ауыл. Көп тиын. Өз жанымызды сақтап, субсидияда сұрамайды ғой, шын айтқанда. Қол жеткен алады, қол жеткен субсидия бар. Сен оған 100 рет барып берді, сол ақшасы кетіп қалады. Ол алып жүр. Құдай білсін, рас қой, сондықтан олар даже ешқандай 5-6 баласы бар, үйде 20 шақты бала бар. Сол 5-6 баласы бар семья, көшіп кетейін десе, ана балаларын көріп ғой телевизорда Алматының маңайында қанша маған үйренеді, маған тәрбиелеп сөйлейтін жағынан қанша қалып жүр. Өтірік пе? Ол өртеніп жатыр, күйіп жатыр. Ал біздің балалар мен былай өсіп жатыр. Құрт майын жеп, бәрі жақсылықта өмір сүріп жатыр. Бәрі жақсылықта. Жастарға мен айтып, көшпеңдер. Мына балаларын жеткізіңдер. Мен бір немереме қыстай қалада тұрып келдім. Ол студент болды, мен өзі баланың басына баламмен тұрып келдім. Сонда мен қаланың өмірді күнде бір пакетті мусорға барысында бір пакет алып қайтайық дейді ода. Тексеріп қарап. Соны бүгін жетті, ертең қайтты. Тапқан таяғының ақшасы жолменен депутат мусорға төлейді, адамға төлейді, сонымен кетеді. Ол немене өмір? Мына ауылда еркін өмір сүріп жатқан халыққа көмектеріңізді беріңіздер. Қиынсыздар болсын. Мен сіздерден міне басындағы ақ орамалыменен осы бәрі еліп осы сендерден көмек сұрайды бала ем болыпсың ғой сенің тілің бәрі қазір ана қағаз ана жөндетпейді ғой ол жөндеген қағаз 80 тонна деген көпір 20 тонна болып жазып мен тура көпірдің жанында тұрамын. Көпірдің жанында тұрамын, 20 тонна деген баяқта думаны жер жанында тұр. Сонда 20 тонна деген неге алып салмайды. Ол 20 тонна жоғалып кетті одан бері. Тура көпірдің жанында астында балаларым суға түсті. Ана көпір дірілдеп тұр дейді. Ана мына жерде барсаңыздар тесік болып жатыр ғой, соның астында балалар суға түсті. Суды қандай әдемі. Соның бір қызығын олар көре алмайды еді. Даже сол суылдың қызығын көре алмай айтты балаларымыз. Үстінен көпір, астында ауадан сианидтер. Мұнда не істейміз? Қайда барамыз? Барайын десе енді кемпір шал, одан кейін көп балалары аналар, мен балалар. Осы сол. Қайта мектеп бар болды. Соның бәрін ұстап отыр ма енді? Мына қанша жастар келеміз деп отыр. Үйлер де болсын, үйде сұрамайды өкіметтен үш жүрді. Бәрі өздеріңіз бір жақсылықтарыңызды қиыңыздар дейді. Енді өздеріңіз шешесіздер ме, президентке айтасыздар ма, енді міне жерде отырған халықтың басы әрқашан жинала беріңіздер. Не жасады ғой, комиссияның бір шешім бар ғой сендердің бір. Жоқ, комиссияны арнайы мамандар келіп өздері тексеріп. Жоқ, былай істеші, алдынан помниш, осы жерде сіз знақты ғана ауыстыра салдыңыз, иә? Жоқ, бізге знак қойыңдар деп. Жоқ, тапсырма бұйрық келеді, бірақ ол на основании бір какой-то документ. Заключение шығарып берді. Заключениесі бар ол. Кім берді? Ол управление транспорта берді. Жоқ, біз ана парламентте сұрағанда олар айтты ғой, біз соны не жағынан не сонда экспертиза болу керек, не болу керек? Бар, оның барлығы былай істеу керек. Ол управление транспортта Тураров деген бар, Тураров. Бастығы. Қазір исполняющий обязанности. Сол кісіге звондасаңыз, ол сізге барлық құжаттар береді. Жоқ, мына былай ғой. Көпір тексерілді ме? Жоқ, сіз әкім ретінде оның тексерілуін, қалай тексерілуін сіз қадағалау керегіңізде немен тексерілді? Бұл халық бітон тексергенде кемтет барлады. Бітон келгенде дронмен суретке түсіргенде осынша деген. Мен алдын айттым. Және экологияның маманы келді ме? Бүкіл экологияның маманы сұрақ қойып жатсыңдар, иә? Сол сияқты алдын управление транспортымен басшыны алып келдім да, ол соған айтты, міне, мен транспорт басшысына жауап беремін деп. Ол жауап керек қой, алып келеміз осы жерге. Жоқ, әкім ретінде соны қадағалау керек еді. Қадағалады, маған олар отчет берді, олар отчет берді. Я же ему не могу исправить. Тексерілді деп сол сұрақты қойып. Сен мастовик емессің, қара. Сіз мастовик емессіз, мен мастовик емеспін. Немен тексердің деп тұрып сұрау керек еді. Құжаттары бар ғой. Сен құжатты алдыр. Мына кісілерге бер. Мына кісілер осы ауылда тұрасың ба? Осы ауылда тұрасың ба? Тура ана жерде мен тұрамын. Алып келіп көрсет құжаттарды. 2018-де өткен декабрьда. Иә, ал екіншісі ГРК Маралды дегендікі 19-да өткен. На самом деле практически весь зал высказался со всех сторон. И в принципе даже такое провели формальное голосование, которое подняли все руки. Но в принципе там большинство было такое, проявило нежелание. На самом деле, может быть, это может, наверное, улучшить какие-то экологические требования. Есть боязнь, есть фобия, есть скептиз и так далее. Возможно. Понятно, что нужно развиваться, нужно развивать это и налоговые поступления, это рабочие места. Сегодня Аким района и Замаким области много об этом говорили. Были предварительные решения, которые были
выдано разрешение на разведку и так далее. Ну, на этапе фабрики сейчас вот такое решение. Ну, вот мнение общественности, местной общественности. Ну, насколько мы знаем, до 91 года здесь была фабрика, да, она работала? Есть... Ну, а здесь не было фабрики, но была добыча, было ну, шахтным путем, не открытым способом была добыча, на самом деле. В 50-х годах? До 50-х годах. Ну и, соответственно, уже в ближнее время был выдан контракт на... Можно я еще попытаю? Если министерство дало все разрешения, Министерство экологии, Министерство природных ресурсов, там мы посмотрели сегодня документы, которые предоставили, то есть все согласования были. Получается, что некомпетентность министерства, что они дали? Дело в том, что там несколько проектов, и надо разделить на несколько этапов. Во-первых, на сегодняшний день идет речь только об этапе разведки. Разведки көзімді көрдік, көтеріп жатқан әрине ішінде әлеуметтік ауыл шаруашылық мәселелері көтерілді, экологияға қатысты емес, бірақ экологияға қатысты шаң суға қауіпті сондай алаңдаушылық білдіріп жатыр. Соны басшылыққа алып, негізі кез келген жоба, қазір заң бойынша кез келген жоба, кез келген бастама тек қана осы халық тыңдауымен өту керек. Соны хаттамасы басшылыққа алып біз шешіп жатырмыз. То есть к чему пришло сегодня какое-то соглашение, будет работать фабрика или нет? Да, вот сегодня было очень важное мероприятие. Сегодня дело в том, что предприятие Маралихагол, буквально возле поселка Маралда, недалеко, будет разработка месторождений золотодобычи и строительство фабрики. И сегодня рассматривалось, 22 июня рассматривалось общественное слушание. Это обязательный этап для того, чтобы выдать экологическое разрешение, экологическую экспертизу, обязательно должно быть общественное слушание. И мы специально приехали на это общественное слушание в село Маралда. Сегодня очень много, практически весь аудит собрался здесь, и очень много вопросов задавалось, очень много вопросов, и значит, единогласно практически население выразило несогласие со строительством фабрики. Мы это своими глазами увидели, участвовали на этом общественном слушании. Следующим этапом проект находится на экологической экспертизе, и, соответственно, мы обязательно должны взять протокол общественного слушания и все там вопросы. Если это население молчало, по большому счету, а сейчас говорили одни и те же люди. Ну, я не могу так сказать, к сожалению, сложно говорить, заготовленность или что, но на самом деле практически весь зал высказался со всех сторон. В принципе, даже провели формальное голосование, которое подняли все руки. Но, в принципе, там большинство было проявило желание. На самом деле, может быть, это может улучшить какие-то экологические требования. Есть боязнь, есть фобия, есть скептиз и так далее. Возможно. Понятно, что надо развиваться, надо развивать это, и много поступления рабочие места. Сегодня Аким района и Самакима Василия говорили, были предварительные решения, которые были выдано разрешение на разведку и так далее. Ну, на этапе фабрики сейчас вот такое решение. Ну, вот мнение общественности, местной общественности. Ну, насколько мы знаем, до 91 года здесь была фабрика, да? Она работала? Ну, здесь не было фабрики, но была добыча, было случилось шахта, не открытым способом, на самом деле. 50-х годах? До 50-х годах. Ну и, соответственно, в ближнее время контракт. Можно я еще попытаю? Если министерство дало все разрешения, Министерство экологии, Министерство природных ресурсов, там, мы посмотрели все документы, которые предоставили, то есть все согласования были. Получается, что некомпетентность министерства, что они дали? Дело в том, что там несколько проектов, и надо разделить на несколько. Во-первых, на сегодняшний день идет речь только об этапе разведки. Разведка и добыча — это разные вещи, и воздействие разные. Фабрика. На сегодняшний день там линия УР отдельно проходила. Разведка проходила отдельно, причем два месторождения. Строительство фабрики сейчас. Это отдельные проекты, которые проходили согласование. Правильно понимался то, что ранее эти проекты для нас очень важны, чтобы было общественное слушание. Без него мы не и они были согласованы и общественностью. Сейчас это предприятия об этом занимаются, что были согласованы. Сейчас были представители прокуратуры, которые занимаются административным законом, участвовали эти люди, голосовали. Насколько государство важно? Мы не можем быть за это, мы должны оценить, насколько здесь на окружающее сюда население. Это есть компетентный орган местный,
которые были сняты, заданы, мы должны взять во внимание и принять решение. В течение месяца экологического заключения департамент экологии будет принять решение. Но сегодня очень важное мероприятие было, мы непосредственно сами услышали, выехали по мнению общественности. Скажите, может быть, надо было быть более убедительной фабрике, если уж они используют новые технологии и так далее, убедить людей, все-таки это и социальная ответственность бизнеса, то есть они готовы построить дорогу, но тогда можно отказаться от всего и от сотовых телефонов? Ну, вы знаете, действительно, предприятие сегодня представило все соответствие всем экологическим требованиям и по воде, и по атмосфере, это и защита земельного покрова в результате выщелачивания и так далее. В принципе, попытались предоставить все, но у общественности еще были вопросы, что было пыление, буквально за 2 дня работы почувствовали пыление, это исторические пастбища и так далее. Очень много вопросов давалось, и такие, может быть, даже не экологически касающиеся социальных вопросов, вопросов сельского хозяйства, в том числе экологии вопросов. Но понятно, что население проявляет нежелание строительства и вообще деятельности здесь предприятия. Понятно, что мы при принятии решения должны на 2 вещи опираться. Это, естественно, мнение общественности, их доводы, ответы, не снятые вопросы экологические, ну и, соответственно, экологические требования.